Еліміздің ең басты байлығы адам мен оның құқықтары. Осыны әркез есте ұстап, өз құқықтарыңызды ешкімге таптата көрмеңіздер. Ал мен жас болдым, ешкімге айта алмадым. Сол бір қорқыныш әлі күнге дейін көлеңкем секілді, қасымнан қалмай келеді. Қазір жасым 25-тен асты, бірақ тұрмысқа шығуға қорқамын. Бұл қорқыныш студенттік шағымнан еріп келеді, жоқ өзіммен бірге өмір сүріп келеді. Бірінші курста бір жігітпен таныстым. Темекі тартпайды, ішімдік ішпейді. Дін тақырыбында, имандылық жайында көп әңгіме айтатын. Басқа жігіттерден осынысымен ерекшеленіп тұратын жігітке құлай ғашық болдым. Ол намазхан еді. 5 уақыт намазын үзбей оқитын. Мені сәждеге жығып намаз оқуды үйретіп еді. Шынымды айтсам, оған Құдайдай сендім. Намазхандарды ешқандай арам тірлікке бармайды деп ойладым. Оны мен бақытты болатыныма, яғни оның мені бақытты ететініне 100% сенімді едім. Алла қандай сынақ берсе де бірге көтеруге дайын болдым. Екеуміз қыз жігіт болып кездесіп жүрдік. Ол жігіттен арамдық шығады деп 3 ұйықтасам да ойыма келмеді. Оның үстіне өзім де бұл уақытта намаз оқып жүргенмін. Ешқашан ерсі қылықтар жасамаймын және ашық-шашық киінген емеспін. Ұзын етек көйлек киіп жүремін. Бірде жігітім мені ата-анасымен таныстырмақ боп үйіне шақырды. Мен оған сенгендіктен ешқандай арам ойсыз оның үйіне бардым. Сөйтсем, үйінде ешкім жоқ екен. Ол маған ата-анасының бір ағайындарының тойына кеткенін, кештеу келетінін айтты. Мен сендім. Екеуміз шай іштік, теледидар көрдік. Әңгімелесіп отырып біраз уақыт өтіп кеткенін де байқамаппын. Не керек, оның ата-анасы келмеді. Түн ортасы болып қалғандықтан ол маған қонып кетуге ұсыныс жасады. Несін айтайын, сол түні ол мені пәктігімнен айырды. Қанша қарсылассам да еңгезердей жігітке шамам келмеді. Жалынып жыласам да тыңдамады. Егер мен оған сенбесем, үйіне бармайтын да едім ғой. Намазхан деп сендім, мені сүйет деп сендім. Ертеңіне көңілім қатты қалып қайттым. Сөйлегім де келмеді, оның сөзінде тыңдағым келмеді. Оған да менің хабарласқым келмегені керек болғандай, жігіт сымағым хабарласуын сиретті. Үйленеміз деген уәдесін де ұмыта бастады. Жаспын әрі оған қатты ренжігендіктен мен де іздей қоймадым. Осылай ол үшті күйлі жоқ болды. Ал енді не істемекпін? Кімге айтамын? Шерімді ішке жұтып жүре бердім. Құрбыларыма айтсам, сөз боп тарайды. Ауылдағы анама айтсам, ол да түсіне қоймас. Ол кезде қазіргідей тегін психологиялық, құқықтық кеңес беретін орталықтар да жоқ. Әбүйір болғанда жүкті боп қалмаппын. Сөйтіп жүріп оқуды да бітірдім. Бірақ сол түннен кейін мен жігіт атаулыны маңыма жолатқан емеспін. Жігіттерден танысудан да қатты қорқатын болдым. Жараланған тәнім 2 аптадан соң жазылды, ал жүрегімдегі жара арада қанша жыл өтсе де жазылмады. Содан бері қанша уақыт өтсе де жүрегім ешбір жанға сенбейді. Жігіттердің бәрі арымды таптап кететіндей түйіледі де тұрады. Оларға менен бірақ нәрсе керектей сезінемін. Сондықтан да бәрін жек көремін. Рас, мен әлі күйзелістемін. Ішімдегі сырымды ешкімге айта алмаймын. Қазір тіпті орамал тағып ұзын көйлек киетін болғамын. Намаз оқып жүргеніме қарап жұрттың бәрімен пәк қыз деп ойлайды. Менің жан дүниемде не болып жатқанын ешкім түсінбейді. Анам мен туыстарым да соңғы кезде тұрмысқа шық деп жиі айтып жүр. Олар тұрмысқа шық дей бергенше ішкі жан дүниеме үңіліп сұрақтар қойса, мүмкін өткен шақта болған оқиғаны баяндап берер ме едім, кім білсін. Алайда ешкім менімен сырласып әңгімелескен емес. Сондықтан болар, мен де ешкімге ашылып әңгіме айтпаймын. Инстаграмда қазір психологтардың парақшалары көп. Көбісі кеңестермен тегін бөлісіп ақпарат, қиын жағдайлардан шығудың жолдарын үйретіп жазып жатады. Бәрі де айналып келгенде өткенді кешір, ренжіткен адамдарды кешір. Көңілдегі реніш мұзы ерсе, өмірің реттеледі деп жазады. Құралай Қалиева, Құралай Ошақбаева және Жанар Байсемізова секілді психолог тренерлердің парақшаларындағы жазбаларды оқып, айтқан кеңестерін орындап, соңғы 5-6 айда өткенге деген ренішім де, келешек деген қорқынышым да сейіле бастағандай. Әсіресе Жанар Байсемізованың кешіру практикасы маған жақсы көмектесті.
Күнде ұйықтар алдында мен міндетті түрде мен бүгін мені ерікті, еріксіз, біліп және білмей сөздерімен, ойларымен, әрекетімен ренжіткен. Мен бүгін өзімнің алдымда кінәлі деп санаған барлық адамды кешіремін. Және мені кінәлі деп санаған барлық адамнан кешірім сұраймын деп дауыстап айтуды әдетке айналдырдым. Осы кешіру және кешірім сұрау сөздерін қайталаған сайын өзімдегі бір жеңілдікті сезе бастадым. Жүрегім, жаным жеңілдегеннен кейін өмір жолымда қиындықтардан тазарғанын байқадым. Құралай Қалиева өзінің кітабында былай дейді: бақытты әйел өмір сүретін отбасы бақытсыз болуы мүмкін емес. Иә, адам өзін бақытты сезінгенде, ол өзгелерге, өмірге деген ренішін ұмытып, бақытқа қарай ұмтыла береді екен. Болғысы келеді екен. Бізді тіршілікте ғашық етіп, қиындықтармен айқасуға батылдық беретін күш өзіңе және өмірге деген сүйіспеншілік екенін ұқтым. Шынында, өткенді өзіңнен босатсаң, болашағың жайлы көбірек ойлай бастайды екенсің. Мен енді намаз оқымаса да жүрегінде иманы бар, менің жанымды түсінетін жігіт болса тұрмысқа шықсам деп ойлаймын. Қазір бір жеңгем інісімен таныстырды. Ол жігітпен сөзіміз жарасып сөйлесіп жүрміз. Бірақ мен ішімдегі сырымды айтуға қорқамын. Оған сырымды айтсам қалай қабылдайды? Пәк емес екенімді қалай айтамын? Менің жағдайымды білген соң мені тастап кетсе, жүрегім екінші рет жараланса, мен ол жағдайды көтере аламын ба? Неге ашып менен сұрамайды? Айтайын дегенім, ұзын етек киіп, орамал таққан қыздың бәрі пәк емес, олардың да арасында өткенде дағы бар қыздар бар. Сондықтан үйленетін жігіт ашық әңгімелесу керек. Дәл сол сияқты намаз оқитын жігіттің бәрі ақ, адал емес. Намазхан екен, ол ешқандай жамандыққа бармайды деп ойлау қате. Адамның жүрегіне үңіле біліңіздер. Сонда адамның жүрегінде расында қандай жанның отырғанын көре аласыздар. Әрине, бір рет шатасты екен деп ол адамды жаманға балауға да болмайды. Мысалы, мен бір рет алданған соң ешқандай жігітке қолымды да ұстатқан емеспін. Сол секілді, мені алдап кеткен жігітте мүмкін менен кейін ешқандай қызды жылатпаған шығар деп ойлаймын. Сондықтан да адамды өткеніне қарап бағалау немесе өткен өмірін қопара беруде дұрыс емес. Өмірге деген көзқарасынан қандай жар болатынын ұғуға болар. Әйтсе де, өмірлік жарыңа адал болып барғанға не жетсін, шіркін. Бұл енді маған тек арман ғана. Ал қаракөз сіңілдерім, сендер мен секілді аңғал, аңқау болмаңыздар. Ешқашан жігітпен оңаша қалмаңыздар. Егер мен сол күні оның үйіне бармағанда, мүмкін ол жағдай болмас па еді. Бұрын жігітімді кінәласам, қазір өзімді жазғырамын. Дегенмен өмір бойы өкініп өтуге де болмайды. Өмірді сүю керек, өмірге ғашық болу қажет. Сонда өміріңде сені шын, риясыз сүйетін жан пайда болады екен. Оны алыстан іздеп шарқ ұрудың қажеті жоқ. Айналаңа сүйіспеншілік пен мейіріміңді төксең, өмірің өзі-ақ реттеліп, сен іздеген адам өзі алдыңа келеді. Менің бұған көзім жетті. Өзіңді, өміріңді ол қандай болса да сүйе біл, оқырман.